Сәлем қыздар, арнама қош келдіңіздер. Егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан. Жалпы мен бүгін сіздермен өзіме тоқыма процесіме қатысты керекті нәрсе жақында сатып алған қорапшамен таныстырғым келіп отыр. Бұл қорапша тікелей тоқымаға арналған. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мінекей, бұл Ресей өнімі, көлемі үлкен, кішкентай емес. Жалпы біздер, менің кішкентай балаларым болғандықтан үнемі бір орында отырып тоқымаймын. Сол себепті көбіне мен пакетке салып жүретін едім. Тоқымамды, тоқып жатқан процесімді немесе. Қазір мына қорапша маған өте ыңғайлы болды. Қақпағы бар, мінекей. Мынадай қақпағы бар. Мен бұның ішіне бүкіл құралдарын саламын. Блокнотымды, тоқып жатқан нәрселерімді, қаламсабымды барлығын салып алып жүремін. Ешқандай да неше тоқып жатырған нәрсе бар, соның іші бәрі жүреді. Ашып қараймын да, қайсысы көңіліме ұнайды, соны алып тоқи беремін. Мен үшін өте керемет нәрсе. Енді алдағы уақытта қыздарыма шаштарына, егер сіздер менің арнамды көріп жүрген болсаңыздар, менің тағы бір хоббиім болса, тоқымамен қатар ол менде қыздарыма арналған резинкалар жасауда, ободок резинкалар жасау. Оған да ойлап тұрмын, осындай қорапшаны екіншісін алсам ба деп. Сонымен қазіргі менің бітіргелі жатқан процесім 5 жасар қызыма арнап, мен мынандай жемпір тоқу үстіндемін. Әдейі ұзын етіп тоқып жатырмын. Үстіне бұл менде, бұл да Ализе жіп. Қызыма сабаққа киюге ыңғайлы етіп. Жалпы мен бұны тоқып болдым. Алдына мынадай өрнек салдым. Білмедім, бұрым етіпті, каса деймі. Сосын жеңін әдейі мол жасадым, жаңағыдай үлкендеу етіп жасадым да, бірде 2 резинкасымен жаптым. Және иығына мынандай кішкене ғана ромбиктер салдым. Тек қана теріс бағытта, мінекей 2, мына жағында тоже бірдей. Мойнын әдейі кішкене тарлау етіп тоқыдым. Себебі қыстық киім болғаннан кейін мойындарын көтеріп тұру үшін, мінекей. Жалпы маған өзіме ұнап тұр тоқу барысында. Енді мен жалпы бұны 3,5-дық сыммен тоқыдым. Тоқу барысында балдармен, сабағымен жүргеннің өзінде бір жұманың ішіне тоқып болып жатырмын. Бір жұма болды. Мінекей, осындай процесс. Бұны енді паритеттеміз. Мүмкін жуармын, мүмкін паритеттен күні Алла қосса сабағына кеп. Енді мына жемпірді өзіме тоқып бастадым. Білмеймін қаншалықты өзіме ұнап тұрғанын. Жалпы мен өзіме киім тоқимын. Өзіме біраздан кейін ұнамай қалады. Ол міндетті түрде. Мен бұл жемпірді мынадай. Бұл Семеновский пряжа менде. Бағанағы қара жіптің ағы. Мен алдағы шығарылымды көрген болсаңыздар, бұл жіптің аты бар менде. Ализе жібі әйтеуір. Бұл деген сүт түстес болып тұр. Қазір менде мен бұны мына Семеновский пряжамен араластырып тоқу үстіндемін. Екеуін бірге араластырып, мынаның кішкене түсі ақшылдау, мынаның түсі сүт түстес, екеуін араластырып тоққанда мынадай сүт түстес болып шығып жатыр, бірақ білмеймін, өзіме қазір ұнап жатырған жоқ. Жалпы мен өзіме киім тоқсам, өзіме ұнамайды. Өзімнің үстіме киім тоқсам, ұнамайды да. Сол себепті мүмкін тарқаттастарым, мүмкін жалғастырарым. Сонымен қыздар, бүгінгі менің
шығарылым сіздерге ұнады деп ойлаймын. Алдағы процесстерде әлде талай кездесемін, шығарылымдарым әлде де болады. Сонымен арнамнан алыстамаңыздар, қолдау біліңіздер, лайк басыңыздар, жазылыңыздар арнама. Сау болыңыздар, пока-пока.